Ассаламалейкум. Кеш жарық құрметті футбол сүйер көрермендер, қадірменді көрермендер. Сіздер менен сүйікті комментаторларымыз Жаукен Боранбай және біздер түнгі футбол лигасының кезекті керемет ғаламат матчтарын әрмен қаратай көрсетуді, жүргізуді жалғастыратын боламыз. Мінекей бүгінгі күннің шымылдырығын ашатын адуынды айбарлы командалар назарларыңызда. Аяз футбол командасы бүгін СТС футбол командасымен мінекей бақ сынасатын болады. Айта кетейік, НФЛ Алматы Суперкуб бұл көктемгі маусымның кубогының топтық кезеңі әрмен қаратай жалғасын табуда, және командалар, екі топқа бөлінген командалар мінекей өз топтарынан плей-офф кезеңіне шығуға барынша күш салатын болады. Аяз футбол командасы ол енді осы НФЛ лигасының көркін ашатын, тартымды ойын өрнегін көрсете алатын сондай бір жақсы командалардың бірі. Бұл команданың ойынын қарау былайша айтқан кезінде жалығатындай емес. Оның үстіне Аяз футбол командасы осы сәуір айының соңында өтетін Қазақстан футбол медиа лигасында өнер көрсететін болады. Яғни назарларыңызда жай ғана бір әуесқой команда емес, назарларыңызда бір алдарына мақсат қойған сондай медиа футбол командасы келдіруге болады. Ал СТС футбол командасы бұл өте тәжірибелі болған команда. Бұл ойыншылар да бүгін Аяз футбол командасына оңай төтеп беруі мүмкін командалардың бірі. Дегенмен де мен ойынша Аяз футбол командасы бұл топтың басты фавориттардың біріне жатады. Сондықтан бүгінгі ойында олар СТС-ті ұтып кетуі әбден мүмкін. Сонымен төреші нұсқаға естілді. Аяз футбол командасы бүгін толыққанды ақ жейдеде. Ал олардың қарсыластары СТС мінекей қызыл жейдені қағынған. Өздеріңіздің ойларыңызды бөлісе отырыңыздар. Жалпы бүгінгі ойында қайсы команда басым түседі және қайсы команда топтан плей-оффқа шығуы мүмкін. Өйткені көрермендердің экранның алдында осы топта өнер көрсететін командалардың өкілі болуы мүмкін. Ол әлбетте адуынды командалар. Тим командасы бар, тағы да басқа осы топтың фавориттарын жататын Мустанг болсын. Мінекей осындай ғаламат командалардың жанкүйерлері, ойыншыларда баршылық. Сонымен бірінші айып соққысы допта әдеттегідей бұл команданың мотора 33 нөмірдегі. Жоқ, бұл жолы пас жақын маңдағы ойыншыға пас беруін ғана шектелді Ерс. Сәлден соң сіздерді таныстырып өтеміз. Әзірге осы бір шабуды түйіндеп тастау керек. Оның үстіне командалардың топтық кезеңдегі ойындарымен де ұпайларымен танысуымыз керек. Жалпы бүгін мінекей Аяз СТС, осыдан кейін Бесағашпен Шалдар Юнайтед ойнайды. Және бүгінгі ойынның соңғы нүктесін қоятын ЦСКА мен SD Family Media футбол командасы. Турнир кестесіндегі жағдайды дәл қазір назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әзірге
соңғы турға дейін барлығы да белгісіз болатыны түсінікті әрине. Әр ойыншы, әр команда топтық кезеңнен әрі қаратай асқысы келетіні белгілі. Ойынымызда сәл тынышталған секілді. Осы орайда сіздерді бүгінгі жасыл алаңда өнер көрсететін ойыншылармен таныстырып өтейін. Сонымен СТС футбол командасы. Қақпада Ақтаев Амирлан. Қорғаушылар Исеналиев Асқар, Нұрғожа Дархан, Дәлденбаев Марк және Серікбай Арман. Жартылай қорғау шегінде Болатұлы Ибрахим, Хасен Айтуар, Сәрсенбаев Алдияр. Тағы бір қорғаушы Амантай Дидар, шабуыл шегінде Төлегов Ануар, қорғау шегінде Тілеутаев Мади, Сабырбай Алтай, шабуыл шегінде Алиев Рахман, 28 нөмірде қорғаушы Мұрат Арнұр, 14-ші, Асылбек Жәнібек 15-ші, тағы бір қақпашы Балташ Ерасыл, қорғаушы Сатқожаев Сұлтан, жартылай қорғаушы Мамет Бакиев Аким, қорғаушы Қадыржан Азамат, шабуылшы 13-ші нөмірде Айсайти Ердан, жартылай қорғаушылар Стоян Кирилл, Байтуров Амир және Мақсет Дәулет. Тағы да екі ойыншымыз бар, ол Муталипов Адил мен шабуылшы жартылай қорғаушы Жұмахан Батырхан. Осындай құраммен бүгін мінекей СТС ойыншылары өнер көрсететін болады. Бірақ негізі құрамда қайсы ойыншының ойнап жүргені белгісіз, өйткені бізге берген тізімде тек қана екі ойыншының ғана нөмірі көрсетілген. Ол 28-ші нөмірдегі Алиев Рахман және 13-ші нөмірдегі Айсайти Ердан. Қалған ойыншылардың біз нөмірін өкінішке қаратай білмейміз. Өйткені мына тізім бойынша нөмірлердің барлығы да анық қанық жазылмаған. Тек қана реттілігі болмаса. Ал барлығымызға таныс сол баяғы Аяз футбол командасы. Бұл команда қысқа кубоктан бері қатты бір ойыншыларын өзгерте қойған жоқ. 16-ші нөмірде Рифат, 12-ші Фалькао, 27-ші Виктор, 77-ші Бамбини, 66-ші Еріс, 30-ші Настер, 17-ші Мирас, 6-ші Давид, 6-ші Абдулла, 8-ші Елжан, 99-ші Обари. Және 7-ші нөмір Мади, 96-ші Арсен, 87-ші Ваня, 5-ші Баязид, 52-ші нөмірі Тамер. Осындай құраммен назарларыңызда Аяз футбол командасы бүгін 3 пайға таласатын болады. Ал олардың турнирлік кестедегі жағдайы қандай? Дәл қазір көретін боламыз. СТС футбол командасы 3 ойын өткізген топта және оның екеуінде басым түскен екен. Яғни 6 ұпаймен дәл қазір екінші орында тұр бұл команда. Былайша айтқан кезінде бір аяғымен плей-оффта тұр. Ал Аяз футбол командасы бүгін бұл командаға жеңіс ауадай қажет. Команда 3 турдан кейін бір жеңіс және бір тең ойында еншілеген екен. Сондықтан Аяздың бүгін ұсқынында, уысында 4 ұпай ғана бар. Дегенмен бұл 4 ұпайдың өзі егер бүгін жеңетін болса, оны келесі кезеңге өткізуге мүмкіндікті береді. Мына жерде допты ауыстырғалы жатырған секілді жоқ. Аяз ойыншысына қарсы ойын тәртібі бұзылды. Мінекей бас төреші допты Аяз ойыншыларына қайтарды. Бүгін мінекей әдеттегідей Обаридан гол күтетін боламыз, бірақ Обари әрқашанда үміттерді ақтай бермейді. Мысалға соңғы ойында Обари, Дэвид секілді жігіттердің қос-қостан мүмкіндіктері болды командасына жеңіс сыйлайтын. Обари тіпті пенальтидің өзін соға алмаған сол ойында. Бүгін мінекей сол оқылықтың орнын қайтадан толтырады деген ойдамыз, егер СТС-ның ойыншылары мүмкіндік берсе. Топтағы жағдай мұндай. Ансат футбол командасы ешкімге дес беретін емес. 4 ойында 4 жеңіс, бірінші орында 12 ұпаймен. СТС 6 ұпаймен екінші орында. Сайфер командасы 6 ұпаймен үшінші орында. Аяз командасы 4-ші орында 4 ұпаймен. Және тағы бір 4 ұпаймен Мустан 5-ші орында. Сол секілді Ред Стар ешқандай ұпайы жоқ, 6-ші орында жайғасқан.
оң қапталмен шабуылдап көреді. Ал көршілес А тобындағы жағдайда тіптен қызықты. Ол топта 5 сағашы топ бастап тұр 7 ұпаймен. As the Family тіпті соңғы орында 0 ұпаймен. 5-ші орында ЦСКА 1 ұпаймен. Тим командасы 3 ұпаймен 4-ші орында. Шалдар 3-ші орында 5 ұпаймен. 3-ші тайм командасы 5 ұпаймен 2-ші орында жайғасқан екен. Сонымен қауіпті жат мына жерде. Дегенде СТС ойыншылары қақпашымен бірге бір қалғанда байқамай қалдық. Дегенмен бұл жерде Аяздың қақпашысы өте сабатты ойнай білді. Ашылған бұрыштама. Жалпы Аяз командасы қорғанысы ең мықты қорғаныстардың бірі. Ол жалпы лигадағы. Топтағын айтпай қойық, бірақ лигадағы ең мықты қорғаныстардың бірі. Оған дәлел команданың осы турнир аясында қақпасына аз голды жіберуі. Ал мүлдем гол бермеген командалардың бірі ол жаңағы Ансат футбол командасы. Осы Ансаттан 3 голды жіберіп алған болатын өткен ойында. Обари бастаған жігіттер, ал жер ешқандай ойын тәртібі бұзылған жоқ. Оң қапталдан тамаша бір шабуылдың шеті шығу мүмкін еді. Обариға доп жеткен жоқ. СТС'нің ойыншысы ауырсынып жасыл алаңда жатыр. Бұл жерде доп қаталыс барысында бәлкім кішігірім жарақат алып қалу мүмкін. Бәрі жақсы секілді. Әзірге екі командалар бір-біріне зерттеп бағуда. Жалпы осы суперкубокқа қатысып жатқан 12 команданың барлығы да азулы командалар. Десе де көптеген көрермендердің ойына, As the Family'дің ойына толмай жатқаны байқалады. Бірақ As the Family айта кетейік тек қана бір ойында ғана негізі құраммен ойнаған болатын. Ол Тимге қарсы ойында. Және команда ойынның 50-ші минутына дейін өте тәуір ойын көрсетті. Ал оған дейін жаңағындай резервтік құрамда тұрған ойыншылар команда тізгінін бастаған болатын. Өкінішке қарай 3 ойында 3 жеңіс. Бірақ топтан шығу мүмкіндігі әлде де бар. Обари Мастердің берген пас арқылы қақпаға допты тоғытпақшы болған еді, бірақ сәл ғана басы тимей қалған секілді бұл допқа. Маша Насир әрқашанда жоғары деңгейде техникасы. Егер біздерді скаут агент дегендер ойынымызды қарап атсам, неке осы 30-ші нөмірдегі ойыншының ойына қарай кетіңіздер. Насир. Енді СТС жаймендеп Аяздың қақпа маңына жақындап келе жатыр. Бірақ өткен ойында тіпті Ансаттың өзі біразға дейін қиындыққа душар болған болатын. Осы Виктор бастаған қорғанысы бұза алмай. Марат күшін салды шыны керек. Бірақ әйтеуір ақыр аяғында не керек. Гол үстіне гол салып, сол ойындағы жеңісті жұлып алған болады.
Жалпы Аяз футбол командасының құрамында толықтырулар жоқ емес, бар. Ол 57 нөмірдегі Асха, 88 нөмірдегі Дима, 9 нөмірдегі Иван Жуков, 8 нөмірдегі Елжан. Осындай ойыншылар қатарға қосылған. Және 18 нөмірдегі Елима секілді ойыншылар қатарға қосылған. Әзірге ауттан көз ашатын емес екі команда. Өздеріңізде байқап тұрған шығарсыздар, командалардың деңгейі өте шамалас. Бірақ СТС бара-бара топта өз ұстындарынан жіберетін емес, тамаша. Соққы! Міне қауіпті сәт болды. Мына жерде бәлкім СТС-дің тізімінде тізім жасалған кезінде мүмкін номері бойынша қойған шығар. Егер СТС-ның жанкүйерлері болса, айтып кетсеңіздер. Мысалға Мамет Бакиев Аким 18 нөмірде ойнап жатыр ма? Немесе Балташ Ерасыл 16 нөмірде ойнап жатыр ма деген сұрақтар бізде туындайды. Ашылған пас. Және Обариға қарсы ойын тәртібі бұзылды. СТС екінші орында тұрғанын айтып кеттік бағана. Сондықтан бүгінгі ойында бұл екінші орын сақтап қалу үшін жеңу керек. Әйтпегенде жағдай қиындайды. Ансат футбол командасы топтан шығып қойды. Оны құттықтауға болады. Ал қалған 5 команда топтан шығуға таласатын болады. Амжері қандай қауіпті сәт! Және тамаша гол! Обаридің пасынан кейін кім екен бұл гол салған? Аяз командасы үшін мінекей бұл ойын жақсы басталды деуге саяды. Ал Аяздың сапында гол салған ойыншы қазір нөмірінен қарап анықтайтын боламыз. Өзінің соққан голына өте риза секілді. 6 нөмірдегі ойыншы деймін, тура солай Абдулла. Қысқы лигада Абдуллада жалпы көзге түсе білген ойыншылардың бірі мінекей Абдулла. Бүгінгі ойында есепті ашып отыр. Обари мен Давидтің голынан келмегенін мінекей дәл қазір Абдулла жасады. Бірақ Обари нәтижелі пас берді. Өткендегі қателігін жаймендеп жуып шайып жатыр деуге болады. Бұл ойынна тартысты болады. Сеніңіздер соңғы секундтарына дейін. Тамаша, Насир топты жақсы қалдырды. Қойған жерге 9 бар дегендей Аяздың ойыншылары шабуылдауларын әлмен қарсы жалғастыруда. Соққа. Бұл команданың жаңа ойыншыларының бірі Иван Жуков. Жалпы Жуковтар жақсы ойнайды негізінде. Оның бірі Қазақстан құрамасында өнер көрсететін Георгий Жуков. Жалпы ол ойыншының осы Қазақстан құрамасына келіп-келмеуді үлкен дау туғызған болатын. Бірақ өткендегі 2 ойындан кейін әрине көбіміздің мысымыз басылып, Жуковтың шебер екенін мойындадық. Ал бүгін 9 нөмірдегі біздің Жуков ше. Аяз командасының бүгінгі ойында 3 ұпай алуына өз үлесін қоса алама деген сұрақ туындап тұр. Бүгін Обаримен қатар мінекей шабуыл шегінде өнер көрсетеді. Ал енді СТС ойыншыларына сәл жаймендеп ойынға кірісу керек секілді. Допты ұстаған жақсы. Бірақ гол салдыра өткір шабуылды ұйымдастыруды ұмытпау керек. Тамаша пас оң қапталға Давид. Ай-ай-ай, гол! Обари! Міне азамат, міне тұлға.
Ешқандай да офсайд жоқ. Мөп-мөлдір тап-таза гол. Және голдың авторы сол баяғы Обари 99 нөмірдегі ойынша. Назарларыңызда. Ал пасты кім берді ойлайсыздар? Пасты берген мінекей ешкім күтпеген шығар. Ол Давид. Өткен ойындары осы Давид пен Обаридан көптеген қателік кеткен болатын. Қаншама мүмкіндіктер салмаған болатын. Мінекей бүгінгі ойында 100% деуге келеді, сол қателіктерін жуып шайып жатыр әзірге. 2-0. Бұл есепті ешкім күтпеген болған шығар. Өйткені екінші орында тұрған командаға қарсы осыншама уақыттың ішінде 2 гол салудың өзі бұл керемет нәтиже. Ал бұл жерде Виктордан оп-оңай алдап өту қиын екенін барлығымыз жақсы білеміз. Сондықтан Аяз өз қақпамағынан жаңа шабуылдарын бастайтын болады. Обарида бүгін гол плюс пас. Және тамаша соққы. Бұл бір лайықты қарымта шабуыл болды деуге болады, бірақ Аяздың қақпашысын сәл ғана мазалағаны бар енді. Бари мінекей тіпті қорғаныс шегінде де соңына дейін ойнауда. Командаға әрине трофей керек. Оның үстіне МФЛ-ға бір дайындық бұл. Ертең осы Аяз командасы міндетті түрде МФЛ-дың көркі болатын сөзсіз. Мінекей МФЛ-ды бағындырып, МФЛ-ға барғысы келіп жүрген команда. Енді барғысы келіп жүргенде міндетті түрде сәуір айында осы айда өтетін турнирде бұл команда бақ сынайтын болады. Айда кетейік, сәуір айының ортасына қаратай As the Family, Патрон, Баскетбол, As the Young Stars, Жайдарман секілді командалардың қатарын толықтырып МФЛ-дың кубогына таласатын болады. Ал бұл жерде СТС ойыншысы Давид жамбасқа алғаны бар, бірақ оның барлығы әдейі емес. Ал біздің ойында есеп 2-0. Аған айттық қой. Тіпті гол салмаса да, мына бір ақ жейделі команданың ойынын қарау, бұл бір тамаша жағдай. Өйткені құрамында қарауға лайықты ойыншылар бар. Аяз сапында Насир әрине, Обари бар. Әйтеуір мүмкіндіктерін салмаса да Дэвид бар. Дэвидқа біз жақсы ат қойған болатынбыз. Баяғы жартас, сол жартас деп. Бірақ мінекей Дэвидтің өзі футбол бақылауында жоққа шығарғандай бағада мінекей бір ассистпен көзге түскен болатын. Кима жылдам қарымта шабуылды бастайды, топтың ақыры ажырады және ойын тәртібін бұзуға мәжбүр болды. Бұл жерде төреші тек қана ауызша ескертумен ғана тыйылғаны көрініп тұр. Бірақ келесіде сары қағаз арқалап кетуі мүмкін. Ал СТС-дің құрамында қақпашылар алмасуда. Алаңға 16-шы нөмірдегі қақпашы Балташ Ерасыл шықты. Дұрыс екен, құрметті көрермендер. Мінекей мына тізімдегі ойыншылардың барлығы да өз нөмірлерімен белгіленген екен. Тамаша ондай болса, біз ойыншыларда есімін айтып, түсін түстеп жүргізетін боламыз. Кезекті ойын тәртібі бұзылды. СТС ойыншылардың ойын әзірге ойдағыдай, жоспардағыдай жүрмей жатқаны көрініп тұр. Дегенмен ойыншыларға сәл сабырлық сақтау керек. Ал жерде
Қандай керемет мүмкіндік болды. Сәрсенбаев Алдиярда допты алдыға қатты жіберіп алды. Өкінішке қарай Аяз командасының жартылай ортаңғы қорғаушының қателігін пайдалана алмады. Ал не үшін қақпашыларды ауыстырғаны белгісіз. Бас бапкердің, бірақ дегенмен де алаңға мінекей Балташ Ерасылды шығарып отқан жағдай бар. Балташ Ерасыл 2008 жылы туылған ойыншы. Өте қауіпті болуы мүмкін. Топ ойында. Белема. Жоқ, Белема емес, 12-ші нөмірдегі ойыншы. Аяз сапындағы. Бұл Фалькао. Обариға асырылған пас. Обари. Бұл ойыншының жақсы жылдамдығын білеміз. Обари топты бағындырды, бірақ пас беру керек секілді. Тағы бір пас соққы. Абдулла. Бұл соққыны бағыттауға дайын болмаған секілді. Нәтижесінде мінекей қақпа маңынан әлдеқайда биіктеу теуіп жіберді. Қалай ойлайсыздар, СТС футбол командасы жалпы бүгінгі ойыны тым болмаса пайда ала ма екен? Немесе камбэк жасай алу мүмкін? Мүмкін бе екен? Соны комментарияға бөлісіп кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болушы еді. Менше 2-0 деген есеп бұл матчын тағдырын шешіп қоятын есеп емес. Ал мына жерде жақсы бір мүмкіндік бар секілді. Топта 9-ші нөмірде Амантай Дидар. Жоқ, Дидар бірден пас арқылы бастап кетті. Мұрат Арнур асырған пас. Кім бар бұл жерде? Және бұрыштама. Топта Сатқожаев. Сатқожаев бір мардымды пас асыра ала ма екен? Жоқ, пас арқылы бастауда барлығында. Бұл енді қаншалық дұрыс болуы мүмкін. Менше СТС-ның ойыншылары түстетін секілді бұрыштама добынан гол салу қиындау, өйткені ойшан ойыншылар Аязда көбірек. Насир. Обаридің қалай пасқанын қараңызшы. Насирдің пасы. Бірақ тым қаттылау болған секілді. Обари мінекей матчтың алғашқы минуттарынан бастап соңына дейін қаны қалғанша тер төгіп ойнайтын ойыншылардың бірі. Виктор қарсылас ойыншысының допқа жетуіне ешқандай мүмкіндік берген жоқ. Ойынның небәрі 25 минуттар ғана. Әлде де 10 минут уақыт бар. Былай қарасаң, уақыт мүлдем өтпей жатқан секілді көрінеді. Дегенмен бұндай ойынды қарап тамашалау мүмкін емес. Тамаша соққы болды. Мінекей осындай соққыларда барынша көбейту керек секілді СТС ойыншыларына. Пастар мен комбинациялық шабуылдармен жақындау мүмкін емес пе? Онда міндетті түрде алыстан теуіп көру керек. Сәл төменде төпкен кезінде онда таблодағы есеп мүлдем басқа жаққа қаратай өзгеру мүмкін еді. Қазір СТС-қа керегі бар болғана, бір гол ғана. Себебі бір голдың өзі матчтың тағдырын өзгертіп жіберуі ықтимал. Жоқ, бұл жерде барлығы жақсы ойластырылғанмен пасы өткен жоқ. Және Насир жоқ жерден ойын тәртібін бұзды. Ал енді бұл жолы пас асыра ма екен СТС ойыншылары? Жоқ, тағы да паспен бастайым екен. Мұрат Арнур. Жоқ, бұл жолы пас асыратын секілді әуелетіп. Сонымен Мұрат Арнур. Үлкен пас жаман емес. Ай-ай-ай. Сәрсенбаев Алдиярдың жолы бүгін болатын емес. Тағы бір керемет мүмкіндік мүлт жіберді Сәрсенбаев. Осының алдында қорғаушының қателігін пайдаланып гол салуға болатын еді, бірақ ол жолы топты
тым астыртын алдыға жіберіп алған болатын. Ал осы жолы мінекей әп-әдемі келе жатқан допқа басын тигізе алмай қалды. Егер қазір екінші таймда немесе бірінші таймдағы үзілісте ауыстырып тастайтын болса, онда әрине өкініштен өзегі күйінетіні анық. Өйткені 2-1-дей 100%-ық мүмкіндікті бөліп жіберді. Илема оңға ойындарды бұзылды. Виктор топты асығыс ойынға қосылақшы болды, бірақ төреші тек қана менің асқарғаннан кейін бастайсың деп өз уәжін айтты. Жеті минут уақыт бар. Ал бұл жерде Убари тағы да қақпашымен бірге бір. Бірақ дәлдік жетіспеді дегенмен де өте қиын тұспан топты қақпаға бағыттаған болатын Убари. Бүгін Убари өз мүмкіндігін, жалпы өз бойындағы талантын 100% паш етіп жатыр деуге келеді. Мінекей жас жеткіншектерге, жас өспірімдерге бір мастер-класты көрсетіп жатыр деуге болады. Амантай суаттарға астыртып жаймендеп мінекей осылай қақпа маңы жақындаудың жолын қарастыруда. Ахмет Бакиев Мұрат. Бірақ Мұраттың пасы дәл жетпеді әріптесіне, және осымен бұл шабуылдыра ешқандай нәтижесі тәмамдады. Шымбаев оңғапталға, бірақ допты ойында қалдыра алмады СТС ойыншылары. Убари бұл жерде ойыншылар алмаса да мінекей алаңға 2-1-де ойыншыны қосып қалып жатыр бас бапкер 33 нөмірдегі ойыншы және 27 нөмірдегі ойыншыны алаңға кіргізіп жатыр екен. Кімді алмастырды? Алаңның арғы жағынан шығып кеткен екен ойыншылар. Қазір жақындаған сәтте айтатын боламыз. Давид осымен бірінші таймда 3 ойыншысын алмастырды. 3 ойыншысын алмастырды. СТС-ның бас бапкері. Өйткені бұндай қадамға бармаса түбінде 3 ұпай алмақ түгілі 1 голдыра сала алмайтын секілді бас бапкердің ойынша. Ал Аяз футбол командасы бір құдды кураж ұстап алғандай мінекей әрмен қаратай құлпырып ойына гүлденуде. Сондықтан Темірді қызған кезінде бас дегенде дәл қазір мүмкіндік болса тағы 1-2 гол салып тастау керек Аяз ойыншыларына. Ал алаңға тымнан қосылған 2 ойыншы қандай өзгеріс енгізу мүмкін? Оңғапталға Арнұр. Онасыға басы! Ай-ай-ай! Тағы да бас жетпей қалды. Бұл жаңадан кірген 27 нөмірдегі ойыншы. Обари топ жоғалтып алды. Муталипов. Тамаша жылдамдық. Абдулла оңғапталға. Обари бағана осы қапталдан нәтижелі пас берген болады. Дәби. Үш қорғаушының
Қорғау қоршауына бірақ пас беріп үлгерді. Насир. Соққы, бірақ қорғаушылар бөгет жасай алды әйтеуір соңғы сәтте. Насир. Дима. Жақсалды өтті Дима. Және допты. Әйтеуір үйтіп бұрыштама добына айналдырды. 33 минут, 2 минут уақыт бар. Және қауіпті бұрыштама Аяз командасын пайдасына. Мен алға сұраған пас. Жуковтың соққы бола ма бұл жерде? Болмай ма? Соққы. Бұл әлдері Обарида. Виктор. Жоқ, Викторда топ жоғалтып алды және жылдам қарымта шалғышуға болады. Тамаша пас, қақпа бос және 33 нөмірдегі ойыншы. Ай. Көп ойлап қалған секілді. Неге қақпаға бірден бағыттамады деген сұрақ туындайды. Тамаша мүмкіндік болды 33 нөмірдегі ойыншыда. Құрметті көрермендер, жалпы бағанағы сәтте мына СТС ойыншысынан қақпаға топты бірден тепкені дұрыс болатын еді негізінде. Мен ойынша қақпа бос болды, өйткені Аяздың қақпашысы тым алдыға шығып кеткен болатын. Алыстан қорықпастан соққы бағыттағанда таблодағы есеп 2-1 болатын еді. Бірақ 33 нөмірдегі ойыншы мінекей топты өзінде қалдырып, шабуылды әрмен қаратай жалғастыруды көздеді. Ал бұл жолы бұл ойындағы алғашқы сарқағас көрсететін секілді тура солай. Абдуллаға қарсы ойын тәртіп бұзған 14 нөмірдегі ойыншымыз Мұрат Арнұр мінекей сарқағазбен марапатталды. Сәрсенбаев. Стаян. Бірақ Стаян бұл жерде топта өзінде сақтап қалмады. Енді Аяз ойыншылары бірден қарымта шабуылға шығып кетуі мүмкін. Жоқ. Насир бұл жолы пас беруден қателесті. Жоқ, әзірге тырнан қосылған ойыншылар ойынға бір қатты серпіліс алып келе алды деп айта алмаймыз. Бәлкім мүмкін екінші таймда ойындары ашыла жатар. Әзірге қақпаға кірген ойыншы тек қана қателікке бой алдыруда. Соңғы аут деуге болады. Төреші өшірін ойынды бірінші таймның ойынын аяқтай салуға болады. Бірінші тайм аяқталды, 2-0 Аяз командасы мінекей жеңімпаз болып кетіп баратын жағдайы бар. Сәл үзілістен кейін қайтадан оралатын боламыз.
Сейчас это можешь проводить чуть зарядку? Запущи. Вот. Запущи и прочитай то, что у нас. Можем, да? Ал құрметті көрермендер, біздің ойынымыз мінекей жалғасын табуда. Алғашқы таймнан кейін Обари мен оның әріптесі Абдулланың соққан голының арқасында 2-ден өсемен Аяз футбол командасы мінекей алдыда тұр. Ал онлайн кесте бойынша дәл қазір Аяз 2-ші орынға көтерілді. Әрине, командалар үшін ең маңызды ол осы топтан плей-офф кезеңіне әйтеуір қандай орынмен болса да шығу. Ал СТС ойыншылары бас бапкер бірінші тайынан кейін үзілісте өз шәкірттерінің біраз сөгіс жасағаны белгілі. Оның үстіне бірінші тайын өзінде қақпашымен қоса 2 шабуыл шегінде 2 ойыншыны алмастырып тастаған болатын. Бірақ оның барлығы өз нәтижесін берер екен, әлде жоқ па, оны ойынның барысында тамашалайтын боламыз. Әзірге топ Аяз футбол командасының қорғаныс маңында тамаша пас. Алыстан бағыттан соққы. Жаман емес, бұл Белема болу керек. Жоқ, Давид екен, Давид. Амырдың пасы өтпеді. Дәл қазір кез келген қателіктің өзі голға ұласып кетуі мүмкін. СТС ойыншылары үшін. Оң қапталмен. Тамаша пас, бірақ Виктор. Топта қақпаға жетіспестен бұрыштама добынан бірақ шығарды. Бірінші таймда СТС ойыншылары көбінесе бұрыштаманы орындаған жоқ, пас арқылы бастаған білеміз. Ал дәл қазір топта асыратын секілді. Асырған пас, Давид. Кеудесін оққа тосқан батырлардай мінекей кеудесімен топты қайтарып жатыр бойынша. Алматыста СТС ойыншысы жарақат алып қалған секілді топқа аталыс барысында. Бас бапкердің өзі алаңдатушылық танытуда. Ойынмен бірақ денсаулық ол бірінші орында болу керек. СТС-ның пайдасына аут. Асырған пас, Давид. Әзірге екінші таймда өте сенімді түрде бастады СТС ойыншылары. Әрине, барлығы да ол ойыншылардың қолында. Өйткені бүгінгі ойында ұпай жоғалтатын болса, ол команданы қиын жағдайға апару мүмкін. Сондықтан бір ұпай болса да бүгін алып қалу керек командаға. Сәркібаев. Алла, құрметті көрермендер, сіздерді ойыншылармен тағы да бір таныстырып өтейін. СТС футбол командасы. Бірінші нөмірде Ақтаев Амирлан ол ойыншына бағана 16 нөмірдегі қақпашы Балташ Ерасыл ауыстырған болатын. 2 нөмірде Исмалиев Асқар, 3-ші Нұрғожа Дархан, 4-ші Дәлденбаев Марк, 5-ші Серікбай Арман,
6-шы Боротова Ибрахим, 7-ші Қартен Айтола, 10-ші нөмірде Төлегов Ануар, 11-ші Төлеутаев Мади, 12-ші Сабырбай Алтай, 28-ші Алиев Рахман, 14-ші Мурат Арнор, 15-ші Асыбек Жаныбек, 16-ші Балташ Ерасыл, 17-ші Сатқожаев Сұлтан, 18-ші Мамед Бакиев Акым, 19-ші Қадыржан Азамат, 13-ші Айсайти Ердан, 21-ші Стоян Кирилл, 22-ші Байтуров Амир, 23-ші Мақсет Дәулет, 24-ші Муталипов Әділ, және 25-ші нөмірде Жұмақан Батырхан. Айта кетейік, осы тізімдегі екі ойыншыны бас бапкер бірінші таймда ғана ауыстырған болатын. Ал олардың қарсыластары Аяз футбол командасы. 16-ші Рифат, 12-ші Фаликао, 27-ші Виктор, 77-ші Бамбини, 36-ші Ерс, 30-ші Насир, 17-ші Мирас, 6-ші Давид, тағы да бір 6-ші Абдулла, 8-ші Елжан, 99-ші Обари, 7-ші Мади, 96-ші Арсен, 87-ші Ваня, 5-ші Баязид, 52-ші Тамир, 57-ші Асқа, 88-ші Дима, 9-ші Иван Чуков, 7-ші Елжан, 52-ші Тамир, 4-ші Кеша, 77-ші Бамби және 18-ші Белима. Осы ойыншылармен өнері көрсетіп жатыр назарларыңызда. Кезекті шабуылдардың бірі СТС-ның орындауындағы. Ала турнир кестедегі жағдайын бағана айтып өттік. Ал жерде ойын тәртібі бұзылды. Насир. Ол ма әлде оған қарсы ма? Сары қағаз. Бағана ойын басталмас бұрын Аяз 4 ұпаймен 4-ші орын тұрған болатын. СТС 6 ұпаймен 2-ші орында. Бірақ дәл қазір есеп бойынша Аяз 2-ші орынға көтерілді. 3-ші орында жайғап. Сондықтан Аязға бүгінгі ойында 3 ұпай алу маңызды. Ал жерде текетірес басталып кетуі ықтимал, бірақ бұл текетірес ешкімге керек емес. Өйткені дәл қазір ойыншылар текетіресіп жаға жыртысатын болса, онда патрон секілді турнирдан қош айтысы мүмкін. Сондықтан барынша сабырлыққа шақыру керек бір-бірін. Ал бұл топта айта кетейік, бұл тобында Ансат командасы 4 ойыннан кейін 4 жеңістен кейін топтан шығу мәселесін әлде қайда шешіп қойған болатын. Бұл тобындағы алғашқы ойындардың бірі. Қалған ойындар ертең өтетін болады. Айып соққысы. 13-ші минут. Бәрі 7-ақ минут өтті. Алғашылған пас. Дима. Бұл топқа масала болатын еді, бірақ Дима мінекей аяғын тигізе салды. Бұрыштама. Әркім әріптестері айту керек педі, ол топтың артында ешкім жоқ деп. Дегенмен бұрыштама, асылған пас. Ай-ай-ай, бұл жерде пас па әлде соққы ма? СТС-ның соққысы, ойыншысының соққысы. Бұл жерде СТС-ның ойыншылары аз емес, өйткені топ бола тұра Аяздың қақпашысы тым алыстықтағы топқа бүрген болатын. Аяздың сапында алаңға 4-ші нөмірдегі ойыншы шыққалы жатыр. Ол 4-ші нөмірдегі қорғаушы Сап. Атаумен пас өтті. Обари Насирға қалдырмақшы болды, бірақ Насир сәл кешеуілдеп қалды бұл топқа. Алға салған пас. Бірден жылдам ауысып кеткен екен алаңға 27-ші нөмірдегі Виктордың орнына
4-ші нөмірдегі сап ойыншы кірді. Виктор ол қорғаныстың негізгі ойыншыларының бірі Аяз сапындағы. Ал енді сап бүгінгі ойында Виктордың орнын баса алам екен. Өте жылдам қорғаушылар Аяздың сапында. Онысы техникасы да жақсы дамыған. Сондықтан Аязға қарсы ойнаған командалар міндетті түрде бір қиындыққа тап болады. Бірақ Ансат командасы әйтеуір бұл жұмбақтың жауабын тапқан болатын. Аяздың қақпасына үст тоқталып. Насир. Бұл Билема екен. Насир енді. Насир. Доп десе өте қауіпті. Бас өткен жоқ бұл жола. Бұла. Билема. Дәл қазіргі турнирлік кестеге қарайтын болсақ, Аяз екінші орын көтерілді. Ал СТС 6 ұпаймен сол орында қалады. Көп деген мәселе ертең ойындары шешілуі мүмкін, өйткені Мустанг командасы соңғы ойын өткізеді. Ресторан топтан шыға алмайды міндетті түрде. Өйткені соңғы ойын ғана бар. Ал Мустангта мүмкіндік бар. Егер Мустанг ертең ойында жеңілетін болса, онда СТС командасы автоматты түрде плей-офф кезеңіне жолдама алады. Сондықтан ертеңгі күні шешуші күн болады. Бірақ әзірге СТС қатардан шығуға асықпай қояйық. Тіпті соңғы ойынға дейін мүмкіндік бұл командаға бар, жоқ емес. Тіпті осы ойында да өйткені команданың дәл қазір уысында қыруар уақыт бар. 23 минут уақыт ішінде менше тіпті 2 гол былай тұрсын. Егер жақсы шабыласа, одан да көп голдар салуға болады. Әзірге қалай және қандай бағытпен шабуыл жасарын білмей жатыр СТС ойыншылары. Аслапкердің енді бір жолдарын көрсеткен анық, тамашалды өтті. Сол қапталдан Арнор бүгін СТС-дің сапындағы ең белсенді ойыншылардың бірі. Арнор әріптесі доп ала алмады. Бұл команда капитаны 21-ші номердегі Стоян Кирилл. Қолда капитандық белгі бар секілді. Жоқ, Кириллдің ойын жүретін емес. Билема. Обари. Абдулла жақсы мүмкіндік. Обари жақсы ашылды және Обари! Гол! Ғаламат гол. Обари мінекей голға деген бір қарны ашқаны осы бір сәттен көрсек болады. Екінші гол бүгін Обаридің салуындағы. Өткен Ансатқа қарсы жасаған қателігінің барлығын жуып шайды. 100%. Енді Обариға ешқандай хейт пен сын болмайтыны түсінікті. Обари тамаша шабуыл және керемет гол. Есеп 3-0. Ал енді жағдай мүлдем басқа жаққа ауысады. Сол апталдан және ойын тәртібі бұзылды ма? Пенальти. Пенальти. Моталипов Әділге қарсы ойын тәртібі бұзылды деп есептейді бас төреші. Айдегедек есеп 3-0. Турнирлік кестедегі жағдай дәл қазір есеппен 6 ұпай Аязда. 7 ұпай. Ал СТС-та 6 ұпай. Дәл қазір пенальти шынымен болып гол салынатын болса, онда керемет бір үрдіс болуы мүмкін.
жақсы бір Вообще нет сомнений, как где. Они говорят, это за что? Сейчас на данный момент смотрит ВАР. Это может быть самым переломным моментом этого матча. Счет 3-0. Вполне вероятно, что будет пенальти. Это отличный шанс для СТС. На линии. арасында осылай орысша жүргізілуде дамыту секілдіңізге алла төреші VAR жүйесін толық қарады. Сонымен пенальти ма? Жоқ, ешқандай пенальти емес. Айып соққысы екен. Айып соққысы ма? Жоқ, пенальти бас төреші. Және пенальти құрметті көрермендер. Тамаша мүмкіндік. Допта 30 нөмірдегі ойыншы. Өкінішке қарай аты жөні жазылмаған екен. 30 нөмірдегі кім ойнайтыны. Бірақ маңызды емес. Маңыздысы бұл ойыншы бірінші таймда алаңға ауысып кірген болатын. Мінекей, енді командасына үміт сыйлай ала ма екен деген сұрақ туындап тұр. Сонымен 33 нөмірдегі ойыншы немесе Рифат. Соққы! Және ешқандай қақпашыға мүмкіндік жоқ. Есеп 3-1. Қуырдақтың көкесін түйе сойылғанда көресін дегендей. Ойынның ең сұмдық, ең керемет сәттері енді басталды деуге болады. 52 минут, 18 минут уақыт бар. Аяз сапында алаңға тағы бір тыңнан ойыншы қосылады 19 нөмірдегі. 3-1, ал енді СТС мүмкіндік пайда болды. Топ ойында қалды. Бұлбари. Ойынның жылдамдығы, қарқындылығы да бір артып кеткенін көріп отырсыздар. Дәл қазір бір доп салғаннан кейін СТС-ның ойыншылары соңына дейін жармасып ойнайтыны белгілі. Асир. Елема. Апула. Ози. Топ жоғалтып алды. Тамаша мүмкіндік қома жерде. Сонымен жоқ. Мүмкіндік берген жоқ. Тамаша қорғана білді. Фалькао жақсы жаба білді. Бағана голдың авторын бұрыштама. Сонымен кезекті бұрыштама. Жақсы мүмкіндік және СТС ойыншыларына 2 гол салуға уақыт жеткілікті. Бірақ мүмкіндіктерінің барлығында мүлт жібермеу керек. Қазір мергендей, құралайды жетқан мергендей әр мүмкіндігін пайдаланып голға айналдыру керек. Асердің тамаша пасы және апсайд. Алаңға тыңнан 19 нөмірдегі ойыншы кірді. Аяз сапында
Сәрсенбаев артқа пас беруге мәжбүр түрде тиісті болды бұл жерде. Әйтпесе Аяздың престикті өте жоғары. Бұл жерде ше Сәрсенбаев допқа үлгермеді. Және Аяз командасына тағы бір уақыт созуға мүмкіндік берді. Қазір барып жайында асықпауға отырсады әрине. 19 нөмірдегі ойыншы алаңдағы бүгін белсенді өнер көрсеткен бір голды ауыстырған екен. Давид бүгін ойында жақсы көзге түсті деуге болады. Бір нәтижелі пас өті команданың 3 ұпай алуына, келесі кезеңге шығуына бір септігін тигізеді. Өте маңызды. Егер бұл ойында жеңетін болса, Аяз командасы онда 50% плей-офф кезеңіне шығып тұр деуге болады. Кезекті ойын тәртібі бұзылды. Бұндай айып соққылар барынша енді бір кәдеге жарату керек дәл қазір. Соққы бағыттамай түсінікті. Бірақ бір гол салудың жолы бар шығар. Пас. Және мүмкіндік бар қақпаға бағыттауға. Жоқ, соққы шыққан жоқ. Тағы да бір соққы. Қандай керемет сәттер болды. Жаман емес, жаман емес. Бұл жағдайдың барлығы стресстен бас бапкер ұнамайды, өйткені уақыт өте келе Аяздың ойыншылары уақытты созуға тырысады. Өйткені 3-1 есебі өте қауіпті. 12 минутта уақыт бар, 12 минут. Бұл ойындағы уақыт бір құдды бір өтпей жатқан секілді көрінеді. Айып соқса. Өткен пас. Давай, туда, пошли там! Әзірге СТС тарапының бас төрешіге бір айтарлық шағымы бар секілді. Бағына бері бас төрешінің бағына қаратай әртүрлі сыни пікірлердің айтылып жатқанын естіп жатырмыз. Кого? Это кто? Не знаю. Арнор. Кажется, был. Амантай. Амантай, оған қарсы ойын тәртібі бұзылды. Абдулла. Да, был. Кажется, был. Кенекте тайып соқса, асырылған пас. Жақсы мүмкіндік. Ай-ай-ай. Команда капитанында. Соққылары мығым шығатын емес. Асир. Қандай керемет мүмкіндік болды бағана. Есеп айырмасын қысқартатын. Бір сенімді соққы жетіспейді. Тамаша пас оң қапталға. Фалкаоны асыру қиын. Бұл жерде 24 нөмірдегі Муталипов әділге қарсы ойын тәртібі бұзылды ма деген сұрақ туындайды, бірақ барлығы заңның аясында секілді. Кезекті бұрыштама.
Өткен пас, қорғаушылар өз орнында. Там қарыз қол мүмкін. Жоқ, пас тура болмады. Жоба. Аня пенальти болды деп ойлайсың ба? Барлығы 10 минут қалды. 10 минут. Чисто 10 выбор. içinde СТС ойыншыларына барын салу керек. Бірақ әрине Аяз командасында да қазір бұл салдың мүмкіндігі туындап тұр. Обари. Соққы. Айттық қой, 3-1 деген есеп ол өте қауіпті есеп. Тайғақ есеп. Бүгін Аяздың сапында голдық баспен түскен интернет вообще аварийный, ё-моё. Давид бар. Ол алмасып кетті. Бір ассист жасаған, ол әрине Обари. Ну, Сөзсіз Аяз командасының үздік ойыншыларының бірі. Айтпаса да білеміз. Барынша асығуға тырысады енді, барынша. СТС ойыншылары. Бірақ ерте қимылдау керек бетті. Бәлкім. Қолымды мезгілінен кеш сермедім деген әңгіме болып қалу мүмкін. Кезекті айып соққысы. Бүгін айып соққысы, айып соққан өте көп орнада СТС ойыншылары. Өткен пас. Қақпашы бірінші болып жетті бұл топқа. Бара-бара күнде суытып барған секілді. Әрине бір орында қақшиып тұрған комментатор, оператор біз сезінеміз. Ойынның қызығына кіріп кеткен ойыншыларға әрине 40 градус аяз болса да сезбейтін анық. Жоқ. Лима. Бұл боб екен. Тамаша пас. Бірақ қорқынышпен өту өте қиын. Оп. Бағана боп Давид Виктордың орнына шыққан болатын әзірге. Барлық міндетті 100% жақсы атқарып жатыр. Арнор. Орталыққа пасы. Тамаша пас және гол салу керек. Гол! 27 нөмірдегі ойыншы. Тамаша пастан кейін тамаша гол салды. Ертеп 3-2. Ал, мағандан бері біз осыны айттық қой. Голдың өзі барлығын өзгертуі мүмкін. 64 минут. 6 минут уақыт бар. Аптығы басығып жүріп әйтеуір санлау тапты. Сонымен көріңдер, біздің матч әрмен қаратай гүлденуде. Соңғы 5 минут. Соңғы 5 минуттағы шайқас. Бұл 5 минут өте тез өтеді. Кім үшін? Әрине СТС үшін. Өйткені олар ұтылуда. Ал дәл қазір Аяз командасына өтпесте көрінеді. Бұл команда бағана 3-0 есебімен алдыра тұрған болатын. 3-2.
СТС-ның бас бапкері алаңға бір көзірлерін шығаратын секілді. Өйткені өте маңызды сәтте 13 номердегі Төлегов Ануарды алаңға шығарды. Төлегов Ануар кімді ауыстырғаны белгісіз. 24 номердегі Мұтталимов Әділді ауыстырған екен. Обари топқа бірінші жол жету мүмкін. Қақпашы. Тамаша. Бас бапкердің алғашқы таймда қақпашыны неге ауыстырғаны енді түсінікті болған шығар. Өйткені жылдам ойыншылар бар. Аязға қарсы өте жылдам қақпашы керек. Яғни бір орында тұрақталып қалмайтын. Уақытында шыға білетін қақпашы керегі анық. Тамаша, керемет пас. Сәрсенбаевтың орындауындағы. Қазіргі кезілген қателіктің өзі алтын уақыт тұру мүмкін. Насир. Насирдің тамаша пасы және офсайд. Жоқ, бас төреші. Қысқараға үнсіз. Топ қаталасу жалғасуда. Пас. Ақпардан гүлдем қисықтау кетті. Алып 7-ші минут, 3 минут уақыт бар. Тараз басын тенестіріп кетуге. Көрермендер жазыңыздар. Кенес кете ме есеп соқпа. Соңғы минуттар, соңғы секундтар. Әзірге Аяз командасы 3-2 есебімен басым түсуде. Бір гол ғана. Обари. Енді қалған 3 минутты үйтіп өткізу керек. Аяздың ұшағына. Тезірек доп ойынға қосу керек. Тезірек қосу керек. Сол қапталмен. Аут. Топ СТС ойыншыларында қалады. Арнор. Тыннан ойынға қосылып бірден көзге түсу мүмкін емес, бірақ СТС-ның сапындағы 13 номердің ойыншысынан бас бапкер біраз үміт күтетін секілді. Төлегов Ануар әзірге көзге түсетін емес, бірақ топ жоғалтып алды. Топты қалдыра білді. Оған қапталға берілген пасы. Тамаша ашылған пас және ай-ай-ай! Жалғастыру керек шабуылда. Арнур. Дәл қазір Аяз үшін өте қиын болуда осы минуттар. Жылдам қарымта шабуыл мүмкін. Насир. Салқын қандылық танытуда. Сол қапталға асырылған пасы 19 нөмірдегі әріптесі. Обариді іздеуде. Ал бұл жақта кім? 5 нөмірдегі ойыншы. Және офсайд. Соңғы минут, 1 минут уақыт бар. Обари. Обариға дәл қазір уақытты созу. Әншейін сән. Ойыншылар бұндай провокацияға берілмеу керек екен, уақытты аз бұларда. Соңғы секундтар, 50 секунд уақыт бар, 50 секунд. Кім бар? Арнур әзірге соңғы 30 секунд уақыт бар. Ал енді қарағылды қағажатын сәт. Әл қазір асығу керек.
Тамаша пас беруге болады бұл жерде. Асылған пас кім бар? Соңғы шабуыл, соңғы соққы болуы мүмкін. Ай. Және аут. Аяздың пайдасына. Төрешін атқа лезде естіру мүмкін. Өте керемет матч, тамаша матч. Эстафеталар өте кеш оянды ал жерде. Қақпашы дер кезіне шықты. Бір шабуыл жасауға мүмкіндік бере ме екен? Бат көрінше беретін секілді. Елема. Соққы! Және ай. Сонымен төрешінің ысқырығы естілді, құрметті көрермендер. Айнас футбол командасының керемет жеңісімен құттықтаймыз және бұл команда плей-офф кезеңіне бір қадам жақындады. Келесі ойында жолыққанша сау саламатта болыңыздар.